Мынау қанша күннен бері интернетте 1000 теңгеден дұға сатам деген видео хит болып талқыланып жатыр ғой. Осы ешкіммен ұрсып жексұрын болмай ақ қояқшы деп үндемей отқамыз ғой. Енді мына бүгінгі бір видеосын көріп ше, енді шындықты айтпасаң болмайды ше, ұйқы қашады. Былай дейді: сол дұғаны сатып алатын адамдар төлемақы төлеп жатқан, тіркеліп жатыр екен сол кісіге аямай. Және ол кісілердің мүмкіндігі бүгін 4-ке дейін ғана екен. Жаңа қыз айтып жатыр, сол дұғаны сатып алатын кісілер парақшаға тіркелетін. Сіздерде бүгінгі сағат 4-ке дейін мүмкіндік, одан кейін 4-те тіркелу тоқтатылады. Бұл басқа, одан кейін ешкім тіркемейміз. Содан кейін сол тіркелген адамдарға сол дұғаны жіберемін дейді. Ал төлемақы төлемеген, жағдайы жоқ, тіркелмеген адамдар сіздерге дұға мені, түсіндіңіздер ма? Армандама, сендерге дұға жоқ болды, сендерге қасірет. Осы қарындасымызға айтар едім: біріншіден, мен сені жек көрмеймін. Мен саған ренжіп те тұрған жоқпын. Бірақ шындық, осындай тірлікпен айналыстың ба, енді шындықты көтеріп үйрен. Біріншіден, дұға сатылмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен дұға сатам деген жоқ. Қалайсың ба мен саған мынандай дұға үйретейін деп айтатын. Ешқандай Алланың жақсы көретін құлдарының, ғалымдардың, ұстаздардың дұға сатам деген нәрсесі, дұға сатылмайды. Ал сол дұғаны ақымақ болып сатып алып жатқан адамдарға айтайын: сіз о дұғаны сатып алып, оны сіз оқысаңыз да дәл бұл қыздыңкіндей болмайды сізде ол дұға. Өйткені қарасаңызшы, бұның өзі не айтып жатыр? Мен сол дұғаны, Қағбаны азаннан кешке дейін айналып жүріп жасадым дейді. Ол дұға сол үшін қабыл болған шығар. Ал сіз оны 1000 теңгеден сатып алып, үйде отырып оқи салып, сол қыздың ана жеткен жетістігіне жетем деп отырсыз ба? Мына бір оқиғаны айтқым келеді. Бір жерде тал болады. Сол талды жіптер байлап, барсаң жолың ашылады, сол жерге барсаң көтересің деп бір тәуіп адамдарды алдай бастайды ғой. Сонда бір ауылдың жігіті, тақуа жігіт, сол талды шауып тастаймын, Аллаға серік қосудан тоқтатамын деп үйінен шығады. Сонда шайтан лағнет оған алдынан шығып: қайда барасың деп, мына талды кесуге бара жатырмын, Алла тағалаға серік қосатындарды азайтайын деп деген кезде, шайтан онымен алысып, жеңілмағаннан кейін не дейді? Сен сол талға тиіспей-ақ қой, күніге азанда сен оянған кезіңде жастығыңның астында алтын тұратын болады деп. Мына жігіт қайтты үйіне. Кейін ертесіне жастығын көтерсе, азанда алтын тұр. Ертесіне тағы да алтын. 3-ші күні алтын жоқ. Мынау шайтан алдады ма, не болды деп. 4-ші күні ашса алтын жоқ. Сонда мына жігіт қайттан ашуланып, балтасын алып тәңәнеледі. Ана талды шабам деп бара жатқан кезінде шайтан тағы да алдынан шығады. Қайда барасың? Талды кесуге барам. Құрып кет ары дейді. Сонда екеуі алысқан кезде мынау еркек шайтаннан жеңіліп қалады. Бірінші күні шайтанды жеңіп тастаған еді ғой. Сонда мына жігіт: мен өген сен жеңген едің ғой. Неге жеңілдім деген кезінде шайтан лағнет айтады: сен ол кезде ана талды кесуге Алла разылығы үшін бара жатқансың. Ал бүгін сен Алла разылығы үшін бара жатқан жоқсың. Алтын түспей қалғаннан кейін бара жатсың дейді. Сол үшін ағайындар, дұға жасау үшін ақша төлеу керек емес, ықылас керек, ықылас. Оның қабыл болатынына сенім керек деген секілді дұғаның шарттары бар, айналайындар. Ол қыз ол дұғаны біреуден 1000 теңгеден сатып алып жасаған жоқ. Ол оны естігеннен кейін ол Қағбаны айналып жүріп жасады дұғаны біріншіден. Одан екіншіден ол азаннан кешке дейін жасады ол. Үшіншіден ол оны жылап тұрып жасады. Сөйтіп Алла тағала оған сұрағанын берді. Сіз оны 1000 теңгеден сатып алдыңыз, жарайды. Сіз енді Қағбаны айналаспа келіп, енді ол қыздыңкіндей сіздің дұғаңыз орындалу үшін соның жасағанының бәрін жасауыңыз керек қой. Сізге Қағбаны айналасыз ба? Сіз жылайсыз ба? Сіз азаннан кешке дейін жасайсыз ба сол дұғаны? Деген секілді ше, айналайын, мынау қарындасым дұға сатып жатқан. Ислам дінін мазақ қылып, ойыншық қылмай, соны өзің айтасың: мен Құдайдан не сұрасам да береді дейсің.
1000 теңгеден адамдардан жинамай-ақ дұғаны тегін берді мұсылмандарға. Сол 1000 теңгеден Құдайдан сұрап ала салсайшы деген секілді. Айналайындар, бірімізді ақымақ қылғанды қойайықшы. Дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Алла қуат берсін.